Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз алгебралық өрнектерді түрлендіру. Біз сіздермен осы уақытқа дейін бүтін өрнектерді түрлендіруді қарастырғанбыз. Енді ол алгебралық өрнектермен айырмашылығын қарастырайық. Бүтін өрнектерді еске түсіретін болсақ, ол бізде x квадрат минус y квадрат болатын. Бұл бүтін өрнектер. Ал алгебралық өрнектер дегеніміз енді бұлармен қатар бізде сандар, айнымалылар, амалдар болатын. Енді алгебралық өрнекте бөлшектің бөлімі бар. Яғни бөлімінде айнымалылар бар өрнектерді алгебралық өрнектер деп атайды. Мысалға, x квадрат минус y квадрат бөлінген x. Немесе a квадрат минус 9 бөлінген b квадрат. Бұлардың барлығы алгебралық өрнектер болып табылады. Енді алгебралық өрнектің барлық мәнде мағынасы бар бола бермейді. Мысалға, мына өрнекті қарастырсақ, а қосылған 1 бөлінген а өрнегінде. Бұл жерде а бөлшектің бөлімінде тұр. Егер аның мәні 0-ге тең болатын болса, біз 1-ді 0-ге бөле алмағандықтан, аның мәні 0-ден өзге басқа мәндерде бұл өрнектің мағынасы бар болады. Тағы бір мысалды қарастырайық. Мысалға, x қосылған y бөлінген x минус y. Бұл жерде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау қажет. Олай болса, бөлшектің бөлімдегі x минус y өрнегі ешқашан 0-ге тең болмау керек. Бұдан шығатыны x-іміз y-ге тең болмау керек деген сөз. Сонда ғана бұл өрнектің мағынасы бар болады. Яғни берілген алгебралық өрнектің бөлшектің бөліміне назар аударып, оның мағынасы бар болатын барлық мүмкін мәндер жиын анықтауымыз қажет. Олай болса, берілген мына өрнекте аның мәні 0-ден өзге басқа барлық мәндерде мағынасы бар деген сөз. Ал екінші өрнекте x пен y мәндері ешқашан бір-біріне тең болмаған жағдайда ғана бұл өрнектің мағынасы бар болады деген сөз. Олай болса, осы алгебралық өрнектер үшін мына қасиеттер орындалады. Мысалы, жалпы бөлшек түрінде жазсақ, а санының b-ға қатынасы. Бұл жерде бөлшектің негізгі қасиеті бойынша алымына да бөліміне де бірдей санды көбейткенмен бөлшектің мәні өзгермейтін. Оны біз сіздермен таныспыз 6 сыныпта. Мысалы, бөлшектің алымына да бөліміне де с санын көбейтуге болады. Бұл алгебралық өрнектер ішінде орындалады. Немесе берілген бөлшекті мысалға ам, бм тең болады. Бұл жерде енді бөлшектің алымы мен бөлімін бірдей санға қысқартсақ та бөлшектің мағынасы өзгермейді. Яғни, негізгі бөлшектердің қасиеті бойынша алымында бөлімінде бірдей санға көбейтсек, берілген бөлшегіміз өзгермейді. Немесе алымында бөлімінде бірдей санға қысқартсақ та берілген бөлшектің мағынасы өзгермейді. Олай болса, қысқартуға мына бір есептерді қарастырайық. Есептің шартында 21y бөлінген 3y квадраты болсын. Бұл жерде қысқарту амалын орындаймыз. 21 мен 3-ті екеуі де 3 санына қысқарады. 3-ті 3-ке қысқартсақ бөлімінде 1, 21-дің орнында 7 қалады. Ал енді y-дің дәрежесінен аударайық. Алымында y-тен 1, бөлімінде y-тен 2. Олай болса, біз оны 7y бөлімде y квадратты y көбейтілген y деп қарастыра аламыз. Сонда бұл жердегі y-тердің біреуін қысқартып, берілген бөлшекке тең бөлшек 7 бөлінген y бөлшегін ала алады екенбіз. Тағы да бір мысал қарастырсақ, есептің шартында a квадрат минус 9 бөлінген av қосылған 3v-ға тең болсын. Бұл жерде қысқарту амалын орындауымыз қажет. Бірақ бөлшектің алымына назар аударсақ, a квадрат минус 9 дегеніміз 9-дің өзі 3-тің квадраты. Олай болса, екі өрнектің квадраттардың айырымы формуласы бойынша жіктеп жазаламыз. Сонда ол a минус 3 және a плюс 3 деп жіктеп жазуға болады. Бұларды көбейтіп барсақ, a квадрат минус 9-ға тең.
Ал бөлшектің бөлімінде екеуінде де ортақ b санын жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қылып шығара аламыз. Сонда бізде қалады а қосылған 3. Бұл жерде енді берілген бірінші өрнек пен екінші өрнектің арасында көбейтінді болғандықтан біз а қосылған 3 пен а қосылған 3-ті жақшасымен бірақ толық қысқарта аламыз. Сонда бізде қалды а минус 3 бөлінген b. Тағы ескертетін жағдай, берілген өрнектердің арасында минус және плюс таңбасы тұрған кезде а мен а квадратты 3 пен 9-ды қысқартуға болмайды. Яғни арасында таңба тек көбейту болған жағдайда ғана біз оларды жақшасымен түгел қысқарта аламыз. Осыны ескерген жөн. Енді берілген өрнегіміздің таңбасына қарай. Мысалы, минус а бөлінген b-ны біз жазуға болады минус бөлшектің алдына жазып а-ның b-ға қатынасы деп. Немесе керісінше а бөлінген минус b-ны жаза аламыз минус а-ның b-ға қатынасы деп те жазуға болады. Осыған тағы бір мысал қарастырайық. Мысалға, берілген өрнегіміз 4 минус а-ның квадраты бөлімінде АС минус 2С болсын. Бұл жерде біз бөлшектің алымына назар аударсақ, 4 бізде 2 санының квадраты, яғни а квадрат минус б квадрат формуласын қолданып, оны біз екі өрнектің айырымы мен қосындысының көбейтіндісінде жіктей аламыз. Сонда 4 біз 2-ның квадраты, яғни 2 минус а, 2 плюс а деп жіктеп жаза аламыз. Ал бөлшектің бөлімінде екеуінде ортақ саны жақшаның сыртына шығарамыз, ортақ көбейткіш қылдырып. Сонда бізде қалады а минус 2. Енді бұл жерде назар аударсақ, 2 минус а мен а минус 2 екеуі екі түрлі бөлшек. Минус тұрған кезде оларды қысқартуға болмайды. Олардың екеуі де а минус 2 немесе 2 минус а болу қажет. Ол үшін біз бөлшектің бөліміндегі а минус 2-ні 2 минус а деп жазуымыз керек, немесе алымындағы 2 минус а-ны а минус 2 деп жазуымыз қажет. Олай болса, біз алымындағы а-ны 2 минус а-ны а минус 2 қылып жазған кезде бөлшектің алымына минус таңбасын шығарамыз. Сонда минус жақшаның ішінде а минус 2-ге тең болады. Қалады 2 қосылған а. Бөлімінде с а минус 2. Енді бөлшектің а минус 2 мен а минус 2-ін толығымен жақсасымен бірақ қысқартуға болады. Сонда бізде қалды минусты бөлшектің алымына жазсақ, онда алымында 2 қосылған а қалады. Бөлімінде с-ға тең. Біз сіздермен қарастырдық алгебралық өрнектерді түрлендіру тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.